Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай ыстық тағам штрудель дайындайтын боламыз. Өте тойымды, әдемі, дәмді тағам. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қызып тұрған табамызға етімізді салып, жақсылап қуырып, үстіне жуанымызды салып, барлығын жақсылап қуырып аламыз. Ендігі үстіне аздаған суын құйып, және де дәмдеуішке салсаңыздар болады. Әртүрлі қандай өзіңізге ұнайтын тұз, бұрыш, басқа да дәмдеуішке салуға болады. Жақсылап барлығын араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Ендігі біз қамырын жасайтын боламыз. Бізге керегі жылы су, жылы сүт, және де ашытқымызды бір шай қасық саламыз. Қаласаңыздар бір ас қасық салуға да болады. Және де тұзымызды 2 ас қасық сұйық майымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, ендігі үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Біздер жақсы қамыр шығады, қолға жабыспайтын жақсы қамыр. Енді осы қамырымызды біз бетін жауып, жылы жерге 1 сағат, сағат жарымға қойып қоямыз. Ендігі біз етіміздің үстіне сәбізімізді үлкендеу болып, әдемілеп турап алып, үстіне салып, жақсылап араластырып, суымызды құйып қойып қоямыз. Біздің қамырымыз жақсы етіп көтерілді. Қатты үлкен көтерілмейді, осылай орташа көтеріледі. Осылай әдемі болып көтерілген қамырымызды шеттерін баса отырып, төрт жағынан үлкен қылып қамырымызды жайып аламыз. Мына біздің қамырымыз жайылды. Қатты жұқада емес, қатты қалың емес, орташа қылып жайып шығамыз. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, толықтай осы нанымызға жағып шығамыз майымызды. Мына жайып шықтық. Енді шеттерін орай отырып, біз үлкен қылып барлығын орап аламыз. Барлығын жақсылап орап алдық. Ендігі біз барлығын шағындап, көз мөлшермен өлшесіп кессеңіздер де болады. Қаласаңыздар бірдей болсын деп барлығын бірдей қылып кесіп алуға болады. Осылай жақсылап кесіп алдық. Ендігі біз осы қамырымызды алақанымызға қойып, шеттің астыңғы жағын баса отырып, осылай әдемілеп біз дөңгелектейміз барлығын. Форма шығарамыз әдемілеп. Осы видеодағыдай осы астыңғы жақтарын біріктіріп қосып алатын боламыз. Біздің осы форманы бәрін дайындап алдық. Ендігі біз осы мантоварканың үстіне сұйық майымызбен жағып шығып, барлығын қойып шығатын боламыз. Араларын ашамыз. Ол қазір бізде піскен кезде үлкейетін болады. Сол себептен қатты жақындатпай араларын ашықтау болып қойып шығатын боламыз. Осылай қойып шықтық. Ендігі бетін жауып 10 минутқа осылай қоя тұрамыз, шамалы көтерілу үшін. Ендігі біздің етіміз пісіп қалды. Үстіне осылай қызанағымыз салып, аздап суымызды құйып, бізде мына етіміз батып тұру керек, сондай су құямыз. Ендігі үстіне біз бана дайын болған 10 минут тұрған қамырымызды бетіне қойып, осылай қойып, ендігі біз 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің штрудель дайын болды. Ендігі тарелкаға салып, барлығын осылай салып шықтым. Ендігі үстіне банағы соусымызды барлығын құйып шығатын боламыз. Өте дәмді, тойымды, әдемі тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ортасы толып пісіп шығады, уайымдамаңыздар, шикі болмайды. Осылай банағы соусымызға батырып жесек, өте дәмді болады. Және де менің арнама тіркеуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға да рахмет.